Саламатсыз ба? Саламатсыз. Қалың қалай? Жақсы. Нұрислам, бүгін бізде жеке сабақта екеуміз Б дыбысының айтылуы мен жазылу сабағын өткіземіз, Жақсы ма? Біздер Б дыбысын дұрыс таныңқырамаймыз, сөздің ішінде, сөйлем ішінде дұрыс қосып жаза алмаймыз. Соны біздер бүгін бекітетін боламыз, Біздер үйреніп жатырмыз осы 3-ші тоқсанда. Сондықтан қазір сен сабаққа дайын болсаң, бастаймыз. Жарай ма? Иә. Жақсы. Ендеше қазір дефектологтың сабағында бірінші бізде жаңашыл компьютермен, ақылды айнамен жұмыс жасап көрейік. Дайынсың ба? Иә. Жарай, дайын болсаң жүре ғой. Менің қасыма келе ғой. Бірінші қарайық. Ең бірінші бізде сабақты бастамастан бұрын бізде барлық процесс, сөйлеу процесіне тығыз байланысты болғандықтан бірінші артикуляциялық жаттығулар жасап көрейік. Жарай ма? Артикуляциялық. Ең ішіне, осының ішінен таңдайық. Осының ішінде бізде артикуляциялық жаттығудың неше түрлісі бар екен, Көріп тұрсыз ба? Дихательный дейміз. Дихательный дейді. Мынаның ішінде үрейтініміз. Бізде футбол жақсы көреміз ба? Иә. Жақсы көрейік. Бізде міне микрофон, осы микрофонмен үру арқылы қақпаға кіргізуге тырыс. Ол үшін үрлеуің керек. Ал мен бірінші көрсетіп берейін, сосын сен жасайсың. Қарай. Гол болды ма? Гол болды. Сен жасап көресің ба? Дайынсың ба? Иә. Ендеше көрейік. Келе ғой. Жетпей қалды ғой. Тағы бір мүмкіндік берейін. Қазір мына жерде деңгейін шамалы қысқартайық, Соңына дейін ұрып тұр, мына дөңгелекті айналғанша. Салдың ба гол? Жарайсың, бізге. Тағы бір көреміз ба? Дайынсың ба? Ендеше қазір деңгейін шамалы қиындатып көрейін, Солай ма? Көреміз ба? Қиындатып көрейін. Көре ғой. Жетпей қалды ғой. Мен көмектесейін ба? Қайда?